Сәлеметсіздер ме? 7 А сыныбының мен оқыған бір кітап атты дөңгелек үстеліне қош келдіңіздер. Дөңгелек үстелімізді қазақтың атақты ақын жазушысы Абай Құнанбайұлының артық білім кітабына ерінбей оқып көруге деген нақыл сөзімен бастағымыз келіп тұр. Мен номер 52 мектеп-лицейінің 7 А сыныбы оқушы Ташматова Жолла Сайын Мұратбековтың «Жабайы алма» повесін оқыдым. «Жабайы алма» повесті 2 бөлімнен тұрады. Осыдан бірнеше жыл бұрын Сайын Мұратбеков өзінің осы шығармасы арқылы тәуелсіз талант сыйлығының иегері атанды. Ал бұл повестің түйініне келетін болсақ, жақсыдан үйренуге, жаманнан жиренуге, қанша қиындыққа тап болсаңда, тағдырдың тауқыметіне түссеңде, ең бастысы адамдық бейнені, адамгершілікті жоғалтпауға, өзгелерге қиянат жасамауға үйретеді. Және де ең бастысы адалдық пен әділдікті баян етіп, таза ниеттен, таза жан боясын қалсыздап қалуға үйретеді. Мен Рахымбек Аушында 7 А сынып оқушысы, мен Бердібек Соқпаевтың «Менің атым Қожа» повесін оқыдым. Бұл повест 1944 жылы жарық көрген балалар әдебиетінің озық туындысы деп айтуға болады. Бұл повест 26 тараудан тұрады және де әлемдегі 33 тілге аударылып, әлемге тараған болатын. Бұл повест өте қызықты, оның әрбір тарауында өте бір-біріне ұқсамайтын қызықты оқиғалар баяндалады. Бұл повестте қожаның мектеп жасындағы бастан кешкен оқиғалар туралы айтылады. Мен нөмір 52 мектеп-лицейінің 7 А сынып оқушысы Батяш Манрай. Мен Нил Гейманның «Каролина» атты кітабын оқыдым. Бұл кітап адамдарда бір батылдыққа шақырады, өзінің ата-анасын құрметтеп, оларға әрдайым көмектесуге шақырады. Ата-анасы көп көңіл бөлмесе де, ол біздер үшін жұмыс жасап, біздің қалағанымызды алып беру үшін жұмыс жасап жүргенін білу керек. Мен 52 мектеп-лицейінің 7 А сынып оқушысы Нұрбет Ванрай. Менің қазіргі кезде оқып келе жатқан кітабым ол